Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Етті пирог міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де уақыттарыңыз болмай жатса, қолдарыңыз босамай жатқан кезде самсаның орнына осыны істеп жесеңіздер өте дәмді әрі уақытты да үнемдейсіздер. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. 200 грамм холодильникте тұрған сары майымызды алып, үккіштің көмегімен ұнға аунатып отырып, шығарып алатын боламыз. Шығарып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап онымен араластырып аламыз. Одан кейін барып, қажетті қалған заттарын қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алу керек. Сол кезде песочный болып шығады. Енді разрыхлителімізді, қопсытқышымызды және де 2 жұмыртқамызды, егер де қаймақ жоқ болса, 20% қаймақ жоқ болса, айран қоссаңыздар да болады, немесе үйдің қаймағы да бола береді. Осылай 4 ас қасықтай қаймақ қосып, немесе айран қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қамырымызға май қосылғандықтан жұмыс істеуге өте ыңғайлы, жұмсақ болып шығады. Осылай илеп алғанымыздан кейін жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Оған дейін ішіне салатын салмаларын, фарштарын дайындап алатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Енді ішіне салмамызға пияз, 1 пияз, 2 картошка және де фаршымызды дайындап аламыз. Барлығын майдалап турап аламыз. Енді қажетті дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Мен қара бұрышпен тұз қостым. Тұзды көп қосқан жоқпын. Егер еттеріңіз тұздалған болса, аз қостыңыздар, тұзды болып кетпесін. Мен аздау қостым. Егер тұздалмаған ет болса, сала бересіздер. Әртүрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Бізде балдар аса қатты ұнатпайтындықтан дәмдеуіштерді қосқаным жоқ. Енді қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Біреу үлкен, біреу кіші етіп. Үлкенін оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Домалақ етіп, жайып болғаннан кейін формаға орналастырып, үлкендеу қылып жая береміз. Листімізге орналастырып, шеттерін шығарып, қолымыздың көмегімен шеттерін шығарып аламыз. Енді фаршымызды салып, жақсылап жайып аламыз, біркелкі етіп, және де екінші алып қойған кішкентай қамырымызды жайып, домалақ етіп жайып, бетіне орналастыратын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Шеттері ашылып кетпеу үшін жақсылап жабыстырып шығамыз. Және де әдемі көріну үшін өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты беттерін сәндей бересіздер. Шанышқының көмегімен өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Егер видеодағы менің сәндегенім ұнаған болса, осылай істесеңіздер де болады. Шанышқының көмегімен көріп тұрғандарыңыздай. Менің арнама жаңадан келген көрермендер болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер.
Сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және де каналымның өсіп дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Және де бұл пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер, біздің отбасымызға қатты ұнады. Бір отырған кезде барлығы тауысып жеп қойды. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты күнжіт жепсеңіздер де болады. Мен өзім күнжітті қатты жақсы көрем. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. 180-200 градуста қыздырып печкаларыңызды пісіріп аласыздар, осылай беті қызарғанға дейін. Өте песочный болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецептерім ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте сочный болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер салатын боламын. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер.